Мен өзімді өзгөрткім келет, жак өзгөрткім келет, мінезімді өзгөрткім келет деп бірнеше рет маған сұрақ қойған. Соны қалай істеуге болады деп. Енді біреуге ақыл айту өте оңай. Мен сіздерге ақыл айтпаймын, бірақ мен өзім қалай күресіп жүрмін, соны сіздерге айтайын, мүмкін біреуге пайдасы тиетін шығар. Мен жоғарғы оқуды бітірдім, келіп жұмысқа түстім. Үлкен аудандағы бір орта мекеменің соның бастығының орынбасарына дейін көтердім. Үйленіп бала шағалы болдым, оларды жеткіздім, қыздарымды қияға, ұлымды ұяға қондырып, өзімді дұрыс өмір сүріп жүрген адам деп есептедім. Енді шақырасың, шақырған жерге тойға барасың, олармен 100 грамм отыр дем аласың. Жаманаттың тек темекі тартам, 24 жыл темекі тарттым армиядан келгеннен кейін. Бірақ ешкімге зияным тигізбей дұрыс жүруге тырыстым. Өзім дұрыс өмір сүріп жүрмін деп ойландым. Бірақ мінезім қандай, өзімді өзім жөндейін деген немелер болмайтын менде. Өзімді дұрыс адам санайтынмын. Сонан кейін мына Абай атаның қара сөзіндегі мынандай сөзін оқыдым. Бойдағы мінді санасам дейді, тау тасынан көп екен дейді. Абай атан өзі айтады, бойымда мін дейді, керемет көп екен дейді, кемшілік дейді. Сонан кейін ол кісі айтады, ойландым да толғандым, өз мінімді қолға алдым дейді. Өзім кемшіліктерімді қолға алып, өзімді өзім тәрбиелей бастадым дейді. Өзімді өзім түзете бастадым дейді. Сонда мен ойладым, бүкіл ана халыққа ұстаз болып жүрген мына Абай атамыз өзін қолға алып түзететін болатын болса, кемшілік көп болатын болса, менің бойымда бүкіл кемшілік тұнып тұр ғой деп, өзіме сын көзімен қарап, қолыма қалам алып, өзімнің бойымда кемшіліктер санай бастадым. Жақсы ма, жаман ба, аз ба, көп па, 100 грамм ішем бе тойларда? Ішем. Бұл Аллаға қарсы шығу ма? Қарсы шығу. Харам ба? Харам. Одан кейін темекі тартам ба? Тартам. Харам ба? Харам. Боқтық сөз айтам ба? Айтам. Харам ба? Харам. Сөйтіп бойымда кемшіліктерін бәрін тізе бастадым да, жаңағы Абай айтпақшы, кемшіліктерім тау тасынан да көп екенін көзім жетті. Содан кейін өзімді қолға ала бастадым, Абай айтпақшы. Іздім жасадым да, ең бірінші аз болса да ішіп жүр, мына ішімдіктен құтылу керек деп. Өйткені бұл Аллаға қарсы қылық. Соны жаздым. Екінші темекі харам, соны жаздым. Үшінші боқты сөз айту, соны жаздым. Содан кейін кейде жолдастарымен тұрып, олар біреу жамандаса қосылып кетесін. Ғайбат па? Ғайбат, соны жаздым. Ғайбат қою керек деп. Содан кейін күресіп жүріп, ең бірінші үйдегінің бәрі шампанскийға дейін, сыраға дейін бәрін холодильниктен шығарып тастап, міне Құдайға шүкір, уже неше жыл болды, 15 жылдан асып кетті ме, үйіме спирттік ішімдіктер кірмейді. Өзім де жоламаймын. Даже сырасынан да жоламаймын. Одан құтылдым да екінші тізімге қарадым, ол темекі екен. 24 жыл 6 ай тартқан темекіден де әйтеу күресіп жүріп құтылдым. Оған да 10 жылдай болып қапты. Одан кейін тізімге қарасам, үшінші боқтық сөз тұр. Одан да құтылдым. Қазір боқтық сөз айтпауға мүлдем тұр. Неше жыл болып қалды, айтпауға тырысам. Міне осылай тізімге қарап, бірте мына өзім бойымдағы жаман әдеттерден құтылып келе жатырмын. Бірақ өкінішке орай әлі ойымдағы кемшіліктер өте көп. Тау тасынан көп екен деп Абай атамыз айтады ғой. Сондықтан осы жолмен де күресуге болады. Кәміл адам болуға тырысу керек. Өйткені Алла бәрін көруші, білуші. Сен күресіп бойындағы бәрі кемшілікті жеңіп періште болып кетпесің де, аяғына дейін жеңе алмасаң да, сен күрескенді Алла тағала көріп отыр ғой, біліп отыр ғой. Сондықтан мына адамның күресі, өз-өзімен күресі мына қабірге түскенше болуға тиіс. Біз өз мінезімізді, ең бастысы бар ғой, осы жаман әдеттермен бірге мінезді, жаман мінезді жақсылыққа қарай өзгерту. Өзіңіздің бойыңыздағы барлық жаман әдеттер сын көзіңізбен қараңыз да, аямаңыз, бәрін тізіп шығыңыз. Сонымен бірте күресіңіз. Алланың қалауымен жеңесіз.